Қайырлы күн, достар. Көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгінгі менің қозғайын деп тұрған тақырыма көшпестен бұрын, ең алдымен өзімді таныстырып өтейін. Есімім Бейбарыс, 19-дамын. Маңғыстау өңірінің тумасымын. Білесіздер, ол жақта адайлар көп, мен де адаймын. Қазіргі таңда Атырау облысы Атырау қаласында тұрып жатырмын және Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің экономика және құқық факультетінің құқық қорғау қызметі туралы білім алып жатырмын. Болашақта бүткіл азаматтардың құқығын қорғайтын маман иесі болып келеді. Неге мұндай қадамға бардым? Қазір барлығын сіздерге түсіндіріп беремін. Жалпы азамат ретінде қоғамда мені алаңдататын бір үлкен мәселе бар. Ол балалар мен жасөспірімдер арасындағы суицид. Неге жас буын бұндай қадамға барады? Және қоғамымызда бұндай қадамның алдын алу үшін түрлі іс-шаралар жасалу керек. Білем, қоғамымызда түрлі көптеген іс-шаралар жасалып жатыр. Бірақ менің ойымша, бұның барлығы жеткіліксіз. Ал ғалымдардың зерттеулеріне келетін болсақ, жалпы өзіне өзі қол жұмсау, яғни суицид фактісіне 13 жастан бастап барады екен. Жалпы суицидтік психологиялық мінез-құлық 13-28 жас аралығында 30% құраса, жеткіншек кезінде ол 6 және 10% құрайды екен. Бұл дегеніміз үлкен көрсеткіш. Мәселен, менің замандастарым, менің құрдастарым, менің достарымның 30% өзіне қол жұмсауға дайын деген кісілер. Бұлар кімдер? Бұлар психологиялық және санасы тұрақты емес адамдар болып табылады. Олар жасөспірім кезінде біршама нәрсені басынан кешіргендер. Мысалы, қорқыныш, үйдегі атмосфера және жауапсыз махаббат болуы әбден мүмкін. Және олар сол сәтте оларға барлығы бір үлкен бір проблема сияқты көріну мүмкін. Шешімі жоқ мәселе секілді. Бір ғана шешімі о дүниеге аттану. Бірақ бұл дегеніміз дұрыс емес. Себебі сіз жақындарыңызға үлкен бір қайғы қалдырасыз. Жалпы осы тақырыпқа дайындалу барысында менің бір түсінгенім, өз-өзіне қол жұмсау, яғни суицид фактісі бойынша әйел адамдарға қарағанда ер адамдар басымырақ. Мәселен, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 2016 жылы берген статистикасына сүйенсек, 793 мың факт тіркелген. Оның басым бөлігі ер адамдар екен. Ал Қазақстан Республикасына келетін болсақ, Қазақстан суицидке жол беруден дүниежүзі елдері бойынша алғашқы 10-тың қатарында, ал ТМД елдері бойынша алғашқы орынды бермейміз. Ал 2023 жылы прокуратура берген статистикасына сүйенсек, 4000 суицидтік факт 3,7 мыңға дейін қысқарған. Бұл соңғы 5 жылдағы статистикамен салыстыратын болсақ, бұл орташа деңгей. Жалпы, құрметті достар, сіздерге бір қояр сұрағым бар. Жалпы осындай суицидтік жағдайға нелер итермелейді деп ойлайсыздар? Қандай жағдай себеп болады? Орныңыздан тұрып айтсаңыз. Көбінесе отбасылық жағдайлар, баланы ешкім түсінбеген кезде бала осындай бір күйзеліске түсудің кесірінен осындай жайттар туындап жатады. Өте керемет. Тағы да жауап беретіндеріңіз бар ма? Достар, молодец. Барлығымыз бір ауыздан келісіп алған секілдіміз. Қайырлы күн, тыңдаушылар және спикер. Көбіне суицидке әкелетін менде өмірімде болған менің жан досым. Толық емес отбасыдан шыққандықтан, енді анасымен бірге өскендіктен өзіне қол жұмсамақ болған. Енді қолдау болмаған, анасы таңертең кешке дейін жұмыста. Сондықтан да бірден бір себеп толық емес отбасында өсу. Енді ол әрине баланың жазығы жоқ. Меніңше ол балаға бір мектеп тарапынан болсын, ата-ана да түсінбеуі мүмкін баласының жан дүниесін. Бір бала үшін бір қолдаулар болу керек деп ойлаймын. Қазір кезде жақсы қолым алынып жатыр ғой, психология жағы жақсы дамып жатыр біздің Қазақстанда. Рахмет. Өте керемет жауап. Тағы жауап беретіндеріңіз бар ма? Есть один фактор, который не стоит исключать, это фактор буллинга в школах, и притом не только в школах, среди своих ровесников. Потому что у нас есть такое, что некоторые люди богаче, некоторые люди беднее, но все мы люди. Но, как мы знаем, дети бывают достаточно жестокими, и многие из детей они не выбирают, какие слова говорить своим ровесникам. И такие слова, в конце концов, могут приводить к очень грустным и летальным вещам. Өте керемет жауап. Тағы да жауап беретіндеріңіз бар ма? Нақта үшінші қатарда бала манадан бері қол көтеріп отыр. Микрофон берсек.
это давление общества на человека. То есть во многом люди уже больше не видят выбора пути, чем просто уйти с этой жизни. Потому что мотивация, воля со временем исчезает. То есть если человек не подходит под стандарт общества консервативное в Казахстане, то обычно человек просто решается сдаться под конец. Өте керемет жауап. Ол әртүрлі отбасылардағы жағдайларға байланысты деп ойлаймын. Біріншіден, ол жасөспірім кезеңдегі бала, ол даму жолында тұрады, психологиялық тұрғыда. Оған біріншіден жаңа айтқандай кішкене жылу керек, внимание керек, толық ақпараттар керек оған. Сондай сәттерде әсіресе жасөспірім кезеңде балалар бұл көбінесе ұбт, болашақ, мамандық және де отбасыдағы жаңа ситуациялар, айтқан толық емес отбасы, одан бөлек отбасыда әкенің жаңағы алкогольдік сусындарға әуес болуы, бұл тікелей осы балаға қатысты болады. Сондықтан ситуация жаңағы суицидтік жағдайға осындай жастар, жасөспірімдер тап болады деп ойлаймын. Өте керемет жауап. Жалпы осы өзіне өзі қол жұмсау суицид фактісі бойынша 800 себеп бар екен. Оның 41% белгісіз себептер, ал 19% ол жазадан қорқу, 18% ол психологиялық тұрақты емес адамдар, ал 16% ол үйдегі атмосфера. Қалған пайыздар ол ақшалай, яғни материалдық жағдай, және тағы да жауапсыз махаббат болуы әбден мүмкін. Ал енді осы суицидке итермелейтін жағдайлардың басты себептерін айтып кететін болсам, бұл ең алдымен мектептегі буллинг. Буллинг дегеніміз ол қорлау, қудалау және мазалау дегенді білдіреді. Мектеп оқушылары бірін-бірін қысымға алып, ақша талап етуі әбден мүмкін. Өзінің сыныптасының материалдық жағдайын, түр-келбетін мазақ қылып сөз еткеннен кейін сол сәтте соның сыныптасы өзін басқа сыныптастарының қасында біршама десе дәрежеде төмен санап, өзіне өзі қол жұмсауы әбден мүмкін. Және ата-ана мен баланың арасындағы қарым-қатынас ол да бір үлкен бір себеп болып табылады. Білемін, барлықтарымыздың ата-аналарымыз жұмысбасты кісілер. Жалпы керекті дәрежеде балаға, жасөспірім балаға көңіл бөлмеген жағдайда балаға бір мен ешкімге керек емеспін деген ой пайда болады. Және оның арты үлкен қайғыға әкелуі мүмкін. Үйдегі ұрыс-керіс. Үйдегі ұрыс-керісте бұл өзіне өзі қол жұмсауға әкеліп соғатын тағы да бір себеп болып табылады. Өзінің жақын достары секілді еш алаңсыз өмір сүргісі келетін жасөспірім балаға үйдегі ұрыс-керіс, үйдегі түсініспеушіліктер, үйдегі атмосфера, бұның барлығы жасөспірім балаға бақытсыздық әсерін тигізеді. Және оның арты қайғыға әкелу мүмкін. Және баланың достары, сыныптастарымен дұрыс қарым-қатынасы болмауы. Ол есейген сайын негізінен жасөспірім баланың достары азая түседі. Бұл жағдай менің де басымнан өткен. Достары жоқ, өзін жалғыз санаған бала өзіне өзі қол жұмсауы әбден мүмкін. Және тағы да достар, сіздерге екінші сұрағым, жалпы осындай суицидтің алдын алу үшін не істей аламыз? Сіздер қалай ойлайсыздар? Ең бастысы менің ойымша ол қолдау болу, яғни ата-ана жақтан да, мұғалім жақтан да, достары жақтан да, себебі қолдау адамның өмірінде үлкен роль ойнайды. Мысалы, адам депрессияға түсіп кетсе, если ол адамды қалғандары поддерживать етіп, мотивация беріп жатса, онда адамда ары қарай өмір сүруге деген желание ашылады деп айтсам да болады. Өте керемет жауап. Шапалақ ұрып қойсаңыздар замандастарыңызға. Когда мы обсуждаем вообще проблему наличия суицида, мы должны понимать, что причины могут быть абсолютно разные. Да? Только что спикер нам сказал, что есть около 800 причин суицида. Здесь нужно учитывать саму проблему, то есть это недостаточность доверия самого, да, личности, самого индивида, который совершил суицид. То есть это недостаточность доверия к окружающей среде, то есть это к своим близким, друзьям, другим же людям. И также это недостаточность поддержки этих же людей к этому человеку. Чтобы искоренить такую проблему, нужно развивать, во-первых, семейный институт. В Казахстане это одна из главных проблем. Очень слабый институт семьи, и мы должны очень сильно брать во внимание этот пункт. Далее это духовное развитие. То есть хорошее
хорошие семейные ценности, да, яғни отбасы құндылықтарын дәріптеу деп айтамыз. Также это развитие разных аппаратов для поддержки людей, которые склонны к суицидам. Суицид совершают не только подростки, также и взрослые люди совершают это. Поэтому можно развивать разные аппараты для поддержки, для оказания психологической помощи таким людям. И также главное, так скажем, одно из главных решений такой проблемы – это не быть сторонниками, не быть просто зрителями такой проблемы. Если вы видите хоть какое-то малейшее проявление абьюза, да, хоть какое-то проявление буллинга в школе, в университете, на работе, оказать хоть какую-то малейшую помощь этому человеку или обратиться к каких-то органы, чтобы хотя бы чуть-чуть убрать процент такой вот проблемы в нашей стране. Спасибо большое. Өте керемет жауап. Алдыңғы қатардағы балдарға сөз кезегін берсек. Барлықтарыңызға сәлем. Осындай конференцияға шақырғандарыңызға рахмет. Біріншіден, мұнда суицидке буллинг алып келеді, оның алдын алу енді отбасыдан басталады деп жатыр кейбіреулер. Ол жағы барлығы дұрыс. Бірақ мектепте немесе оқу орындарында осыған арнайы профилактикалық семинарлар, профилактикалық лекциялар өткізу қажет. Мұндай әрине бар қазір Қазақстанда, бірақ оны әр қарай да дамытып, осыны былай срыв жасап алып кету керек. Міне осы. Жақсы жауап. Саламатсыздар ма, қайырлы күн. Жалпы барлық айтылып жатқан себептерде де и оның шешу жолдарында да шындық бар, көмектесетін инструменттер көп. Бірақ мен айтқым келетіні, кейде болады, поддержка деп жатамыз, но екі адамда бірдей. Яғни отбасының үлкендерінің өзінің бір проблемасы болып жатады, өзінің жасына сай. Және де кіші адамдардың, яғни балалар тоже депрессиядамын деп айтады, олар үшін өзінің жасында проблема үлкен болып көрінеді. Ал ата-аналар оны всегда айтады, типа, ой, кішкентай болып алып, қандай проблема сіне деген сияқты. Яғни объяснение бағаламайды бір-бірінің қажеттіліктерін, немесе ойларын деген сияқты. Бірақ бұл жағдайда тек қана поддержка бере беру керек деген сөз емес. Яғни әркім өзінің точка зрениесінен қараған кезде ата-анаға да поддержка керек болады кейбір кезде, и балаға да поддержка керек. И бұл жағдайда көбінесе шешу жолы ол әркімнің өзімен жұмыс жасауы, ол бірінші орында. Ешкімнен ештеңе күтпеу, яғни ожидание және реальностьтің болмауы. Сен ешкімнен ештеңе күтпеген кезде, уже ешкімнен поддержканы талап етпеген кезде, сенде жаның тыныш болады біріншіден. Және де, яғни көп адам түсінбеуі мүмкін, но ең алдымен жүректі сен жаратушыңмен, яғни Аллаға тапсыруың алдымен. Және де екінші орында уже адамдардың поддержкасы деген сияқты. Адамдардың поддержкасын күтпеген кезде, олар жасаса ол поддержканы, онда сен одан ары қарай жақсырақ өсесің негізі. Сол себептен ең бірінші орында өзіңмен жұмыс істеп, ожидание болмауы. Өте керемет жауап. Бұл тұрғыда енді мен тағы да айта кететін болсам, жалпы менің мамандығым психолог, бітірген дипломдық жұмысым бойынша жасөспірімдердің қоғамға бейімделу тақырыбында дипломдық жұмыс жасағам. Әрине ол тақырыптың ішінде осы суицидтік жағдайлары да толық берілген. Бұл мәселенің шешімін біз былай қарастырғанбыз. Қазіргі таңда мектепте, жаңағыдай жоғары оқу орындарында тек қана семинар ғана емес, мысалға 19-11 сыныптарда бірыңғай ұбт-ға дайындық болған сәтте психологиялық кеңес дейді. Ал оларға олай емес, керісінше қысқа метражды фильмдермен, мысалға жаңағы мотивациялық немесе болашақ туралы, болашақта қалай дамитыны туралы, сол туралы қысқа метражды фильмдер көрсететін болса, оқушының немесе сол жерде отырған тұлғаның кішкене де болсын, ол психологиялық тұрғыда ойы өзгереді. Вот бұның шешімі осы жерде деп ойлаймын. Өте керемет жауап, достар. Жалпы осы суицидтің алдын алу үшін негізгі себептерін айтып кететін болсақ, ең алдымен ата-аналарға айтарым, өздеріңіздің жасөспірім балдарыңызбен қарым-қатынасыңызды дұрыстаңыз. Мысалы, кешкі дастархан басында күнің қалай өтті балам деп сұрақ қойыңыз. Жасөспірім бала сізге міндетті түрде жауап қатады, себебі ол оны іштей күтеді. Ал жасөспірім балдарға айтарым, ата-аналарыңыздың айтқанын тыңдаңыздар.
олардан ештеңені жасырмаңыздар, сырласыңыздар. Сонда бұл суицид деген құбылысты ешқашан ойламайсыздар. Және мектептегі буллингке келетін болсақ, біздің мектепте психологтар және инспекторлар бар. Жалпы осы қоғамымызға қайшы бір құбылыстың алдын алу үшін көптеген іс-шаралар жасаса екен деген бір үлкен тілегім бар. Себебі буллингке ұшыраған мектеп оқушысы дұрыс шешім қабылдауы екі талай болып табылады. Одан кейін біздің ата-аналарымыз кейбір кезде кіммен араласу керек, кіммен дос болу керек, барлығын айтып жатады. Менің ойымша ол дұрыс емес. Себебі жасөспірім баланың кіммен араласу керек, кіммен достасу керек өзі таңдағаны жөн. Тек қана ата-анамыз жақсы ортаға бағыт берсе, соның өзі көмек болып табылады. Мәселен, жасөспірім баланың достарымен ары қарай қарым-қатынасы ары қарай мықты дамып, достары көп болады. Сол кезде жасөспірім бала өзін жалғыз санамайды және суицид туралы нәрсені ешқашан ойламайды. Ал үйдегі ұрыс-керіс, үйдегі түсініспеушілік, бұның барлығы жасөспірім баланың санасына кері әсерін тигізеді. Керісінше, жасөспірім баланың көзінше жақсы нәрселерді айтуға тырысыңыздар. Себебі жасөспірім бала жақсы нәрсені естіп өскен бала жақсы ой ойлайды және жақсы нәрселерді істеуге тырысады. Айтқанның барлығы демей қояйын, бірақ бір-екеуі менің басымнан өткен. Бірақ мен өзіме қол жұмсаймын, суицидке барамын деген қадамға вообще ойламаппын ондай нәрсені. Менің қасымда араласатын жақын достарым көп, араласатын ортам өте керемет. Сіздерге де сондай достар, сондай орта тілеймін. Сонда ғана біздер Қазақстан Республикасының статистикасындағы сандарды төмен қарай түсіре аламыз. Назарларыңызға рахмет, көп рахмет. Сау болыңыздар.